Басталып отыр. Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, құрметті білім алушылар. Біздің парақшамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тікелей эфирді бастауға рұқсат етіңіздер. Қазіргі таңда бүкіл жоғары оқу орындары, соның ішінде Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогика университеті қашықтан оқыту жүйесіне өтті. Оның себебін өздеріңіз білесіздер. Бүкіл әлемде жайылып жатқан пандемияға байланысты біз де осындай шешімге қосылып, бір айдың көлемінде осы жүйеде оқып жатырмыз. Бұл жүйенің бір ай енді үлкен уақыт деп есептеуге болмайды, бірақ 4 апта бойы сіздер осы жүйемен оқып жатсыздар, осы жүйеде тапсырма алып жатсыздар, осы жүйемен таныс болып жатсыздар. Өйткені кезінде бұл жүйе біздің университетке енгізген болатын, бірақ қазіргі таңда 4000-ға жуық студенттеріміз осы жүйе бойынша жұмыс оқып жатыр, және де өте көп сұрақтар туындап жатыр. Сондықтан мен осындай шешім қабылдадым. Тікелей эфирде сізден сұрақтарыңызға жауап беруге, және де мынау сіздердің қазіргі туындап жатқан қандай мәселелер бар, ол мәселелер қалай шешуге болады, сондай сол сұрақтарға жауап беруге осындай шешім қабылдадым. Сондықтан сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Біздің тікелей эфиріміз 1 сағат көлемінде өтеді. Сондықтан қазіргі таңда маған осы колл-центрға келген сұрақтарға жауап беруден бастайын. Содан кейін сіздермен де мынау кері байланысқа өтеміз. Мынау физика информатика мамандығының студенттерінің бірнеше сұрақтар түсті. Мысалы, мынау болашақ Сәрсенбаева Аида, жақында сіз Инстаграм парақшасын аштыңыз, мұның себебі неде дейді. Және сіздің әлеуметтік желіде аккаунт пайда болғаннан кейін сіздің өміріңіз өзгерді ме? Шын айтсам, мен бұл Инстаграм парақшасы көбінесе жастар пайдаланады, сондықтан мен оған көп мән аударған жоқпын, бірақ қазіргі кезде мынау өте тез өзгеретін заманда кері байланыс орнату үшін, сіздердің сұрақтарыңызға жауап беру үшін мынандай парақшаны аштым, және де мынау сіздерге жақындау болдым деп ойлаймын. Өйткені сіздердің мынау әлеуметтік желідегі барлық туындаған сұрақтарға сіздермен бірге болуға дайынмын. Енді мынау математика мамандығының студенті Муслим Устемір. Біз қашықтан оқып жатырмыз. Көп жерлерде интернет желісі нашар дейді, тапсырмаларды уақытлы сала алмаймыз жатырмыз дейді, Zoom бағдарламасына кіре алмаймыз. Осыған байланысты ертең бағаларымыз қалай болады? Біз барлық оқытушыларға ескерттік, бұндай жағдайда WhatsApp-пен шығуға, әртүрлі желілермен шығуға болады. Біздің мақсатымыз сіздерді үйрету, сіздердің мақсатыңыз үйрену. Қандай жолмен үйренесіздер, ол сіздер оқытушыларыңыз өздері таңдайды. Zoom бағдарламасы бойынша, басқа бағдарламасы бойынша сіздермен кері байланысқа шығуға олар дайын. Бірақ әрине де интернеттің жақсы істемеуі, оның бірде-бір себебі қазір интернетке барлығы кіріп жатыр. Сондықтан сіздер универ арқылы офлайн кері байланысқа шығу керек деп ойлаймын. Өйткені универде барлық тапсырмалар бар. Универ арқылы тапсырмаларға сіздер жауап бере аласыздар, және баға алуға дайынсыз деп ойлаймын. Енді 113-38 тобының студенті Надир Бағдат. Мынау Zoom-мен кіре алмаған студенттер жоқтама қойылмайды ма? Сіздер күніге өздеріңіз оқушылармен байланыстасыздар, сондықтан WhatsApp арқылы ма, басқа жолмен шығасыздар ма, бірақ өзіңіз сол сабақта отырғаныңызды дәлелдеуге мүмкіндік бар. Енді 113-38 тобының студенті Нұртай Дидар. Кейбір студенттер ауылдарында тағы да мына интернетке байланысты бағаларыңыз төмендемейді деп мен айта аламын. Өйткені барлық оқытушыларға түсіністікпен қарауға біз тапсырма бергенбіз. Сіздер қазіргі таңда қиналып жатсыздар, мынау интернет жақсы істемей жатыр, оны барлығы түсінеді де, сіздердің жағдайларыңызды түсінеді. Енді оқып жатыр деген анықтама қажет болған жағдайда қайдан алуға болады? Енді бұл сұраққа мынандай жауап. Енді біздің сайтымызда, оқымпу сайтында
колл-центрдің телефондары бар. Соның ішінде колл-центр ЦОСтың бастығы Керимкулова Гүлмира апайдың, Гүлмира ханымға звонок телефон шалуға болады, және бұл сұраққа жауап алуға болады. Интернет арқылы, почта арқылы ол справканы біз жолдауға дайынбыз. Енді Үндемесов Бекзат онлайн оқытудың артықшылығы мен кемшіліктерін атап өтсеңіз дейді. Енді сіздер өздеріңіз, жаңа мен айттым ғой, бір айдың ішінде біз артықшылықтарын да кемшіліктерін көріп отырмыз. Бұл енді төтенше жағдайдағы істеген әрекет. Сондықтан мен ойлаймын, әрине, мынау сабаққа бұл өзінің кері әсерін тигізеді. Өйткені 30 минуттың ішінде өз ойын жеткізу, 30 минуттың ішінде барлық кері байланысты орнату өте қиын. Zoom бағдарламасы тек қана 40 минутта жұмыс істейді, содан кейін ол өшіп қалады. Сондықтан әрине мынау кемшіліктері, қашықтан оқыту кемшіліктерінің біреуі тікелей байланыс жоқ. Және де мынау оқытушының энергетикасын сіздерге жеткізу, оның ойын жеткізу өте қиын. Бірақ екінші жағынан біз өзіміздің мынау оқыту жүйемізде қандай проблемамыз бар дегенді анықтадық. Және соны түзеуге қазір жұмыс жасап жатырмыз. Әрине ол жұмыс үлкен жауапкершілікті сезініп жатырмыз. Өйткені жаңа айттым ғой, 4 апта бойы біз сабақ беріп жатырмыз, 4 апта бойы баға қойып жатырмыз. Енді мамыр айында сессия басталады, сондықтан барлық студенттердің ойында сессияны қалай тапсырамыз. Ол мәселе санитарлық эпидемиолог жағдайға байланысты. Карантин арғарай созылса, біз осы аптада арнайы ереже дайындап жатырмыз, және біздің академиялық саясатқа арнайы өзгерістер енгізіп жатырмыз. Ондай жағдайда бұл сессия қалай өтетінін біз сіздерге хабарлаймыз, сайтқа тастаймыз. Сайтқа кірсеңіздер барлық сұрақтарға жауап алуға болады. Енді математика мамандығының студенті Муслим Өстемір. Біздің университетте мемлекет оқымпу кішкентай елінің басшысы болуға байланысты қандай сезімдесіз? Енді ең бірінші сезім жауапкершілік. Мен енді бұл жерге келгеніме көп уақыт болған жоқ. Бір айдың ішінде 2 ай болды. Соның ішінде бір ай төтенше жағдайда жұмыс істеп келе жатырмын. Әрине, күніге енді ондаған шешім қабылдауға мәжбүрмін. Ол шешімдер бүкіл университетке байланысты. Университет жұмысын тоқтатқан жоқ. Университет әлі де жұмыс істеп келе жатыр. Және біздің оқытушыларымыз, кафедра меңгерушілеріміз, проректорлар барлығы жұмыста. Әрине, тағы да бір ерекшелік, үйінен жұмыс істеп жатыр. Бірақ көріп жатсыздар, біздің Инстаграмда, Фейсбукта біздің студенттерімізде, оқытушыларымыз шығып жатыр. Олар өздерінің парақшаларын ашып жатыр, қалай сабақты жүргізу әдістерін ізденіп жатыр. Ол ізденіс тоқтанған жоқ. Және де университетіміз арғарайда ең көне оңтүстік өңірде ең көне университет ретінде өзінің планкасын төмендеткен жоқ. Біздің жаңа айттым ғой, 4000-ға жуық студентіміз осы қашықтан жүйеден оқып жатыр. Барлық студенттер 5700 студенттер білім алуда. Олар барлығы да қазіргі таңда, әрине, қазіргі таңда осы мәселелерді шешуге дайын, және оқытушыларымыз соған өз жауапкершілігін сезіне отырып, сіздермен байланыс орната отырып, осы жағдайдан шығамыз деп ойлаймын. Физика мамандығының 117 тобының студенті Бейбіт Аян. Біз қашықтан оқып жатырмыз. Көп жерде, интернетке байланысты екен, сондықтан оған сұраққа жауап бердім. Бірақ бір сұрақ, шәкіртақы, стипендия айырылып қалмаймыз ба дейді. Оған біз жаңа айттым, студенттер мүмкіндігінше сіздер оқуға тырысыңыздар. Біз өз тарапымыздан сіздерге білім беруге дайынбыз. Сондықтан кері байланыс болу керек. Барлық мәселе бойынша өзінің кураторларыңыз бар, тьюторларыңыз бар, кафедра меңгерушілеріңіз бар, декандар, солармен байланыста болыңыздар, бұл мәселені шешуге болады. Енді математика мамандығының студенті Ибадилля Айгерім. Zoom приложениесіне байланысты дейді, интернет жақсы ұстамайды. Жаңа айттым ғой, универ арқылы тапсырма алып, тапсырманы қойып, баға алуға мүмкіндік өте көп.
Тағы да бір сұрақ, ақылы бөлімде оқып жүріп, наурыз айында, Жандарбекова Айнұр, наурыз айында Түркістан облыстық әлеуметтік грантын ұтып алдым. Құтты болсын. Осы жылдың оқу ақысын 100% төлеп қойған едім. Енді грантқа өткен айдан бастап қалған ақшаны қайтара аламын ба? Әрине қайтарамыз. Енді мынау карантин мерзімі сессияға дейін созылуы мүмкін бе? Жаңа бұл сұраққа жауап бердім. Ондай жағдайда сессия қалай өтеді? Оның арнайы ережесін дайындап жатырмыз. Ол ереже бәріңізге таратылады, және де сол ереже бойынша баға да қойылады, сессия да өтеді. Басымыз аман болсын, ол барлығы шешілетін мәселе деп ойлаймын. Енді карантин қашан аяқталуы мүмкін? Оны енді білмейміз. Өйткені қазір 30 сәуірге дейін созылды, өздеріңіз білесіздер. Енді бұл жерде университет сағындып, қашан барамыз деп жатсыздар. Біз де сіздерді сағындық, сеніңіздер. Өйткені университет білім алушыларсыз бос болып тұр. Қазір ешкім жоқ. Бірақ сіздерді күтеміз, және де мынау карантин тезірек бітсін деп соған тілектеспіз. Онлайн режимде тапсырмалар көбейіп кетті дейді. Бұл мәселеде біз қарастырдық, ректоратта қарастырамыз тағы да дүйсенбі күні тапсырмалар азайтуға және мынау силабустағы барлық тапсырмаларды орындауға әрине тиістейміз. Бірақ мен түсінемін, сіздерде бір 10 шақты пәндеріңіз бар, 3-4 тапсырма болғанда уже 40 болып қалады. Сондықтан оны қолымыздан келгенше азайтамыз деп уәде бере аламын. Енді көбі өтіп аз қалды ғой. Енді мамыр айының басында сіздер сессияға өтесіздер. Сондықтан тапсырма алып, баға алып, қазір сіздер жаңа оқушылармен жақсы байланыста болыңыздар. Енді соңғы күндері ауылда свет дейді. Енді ол мәселе светпен байланысты болса, сіздер өздеріңізде сотовый телефон бар, сол телефон арқылы шығыңыздар. Енді амалын табу керек, өйткені сіздермен біз әрине байланыста болуымыз керек. Енді мына жерде көбісі мынау 4-ші курс студенттері сұрақ қойып жатыр. 4-ші курста диплом жұмысына қатысты сауалдарға арнайы вебинар өткіземін. Оны қабылдаймыз. Енді тапсырма беремін. Ендігі аптада осы 4-ші курс студенттерге арнайы вебинар өткіземіз. Қалай диплом жұмысына дайындалу, оны қорғалу ережесі әлі дайындалып жатыр, бірақ қалай дайындауға болады. Қазіргі таңда мен күніге мәліметтер алып отырмын. Біздің студенттер кәдімгідей өз диплом жұмыстарын плагиатқа өткізіп жатыр, өзінің ғылыми жетекшілерімен байланыста. Содан кейін қазір мүмкіндіктер өте көп қой. Мысалы, онлайн библиотекамен пайдалануға, басқа жүйелерге кіруге, үйренуге. Сондықтан мынау сіздердің сұрақтарыңызға айтатынын біз осындай вебинарды Құдай қаласа өткіземіз. Енді 2019-20 оқу жылына толық төленген жатақхана ақысы қайтарылады. Осы мәселеде. Енді біз қайтармасақ та 2 айға біз тоқтаттық. Наурыз сәуір айында төлемақы жатақхана әрине тоқтатылды. Бірақ ол ақша сіздерге ендігі жылға 1-ші, 2-ші, 3-ші курсқа ендігі жылға жатқызуға болады. Мынау төлемақыға немесе 4-ші курсқа біз қайтарамыз. Енді 2019-20 оқу жылына оқу ақысын төлеуде кейінгі қалдыруға немесе кештіріп төлеуге боламы? Әрине біз сіздердің жағдайларын түсінеміз. Көп біздің азаматтарымыз жұмыссыз қалды, кейбіреулерінде әлеуметтік жағдай төмендеді. Бірақ оған қарамастан қазіргі кезде біздің студенттеріміз, білім алушыларымыз әлі де төлеп жатыр. Өйткені университет, жаңа айттым ғой, өзінің жұмысын тоқтатқан жоқ. Біз арнайы мысалы, пандемияға қарсы маскалар сатып аламыз, санитайзер сатып жатырмыз, әртүрлі сатып алып жатырмыз, әртүрлі керек заттарды сатып алып жатырмыз, және де жалақыны төлеп жатырмыз. Сондықтан мүмкіндігінше сіздер төлемақыны төлеуге ұмтылыңыздар. Енді кейбір жағдайларда оны созуға біздің мүмкіндігіміз бар. Менің атыма өтініш жазасыздар, куратор арқылы, декан арқылы шығасыздар. Біз әр жағдайды жеке-жеке қарастырамыз. Мысалы, ол төлемақыны ендігі жылға созуға мүмкіндік болса, кейбір жағдайда оған рұқсат беруге мүмкін. Енді Өзбекстан студенттері Өзбекстан Республикасы оқу ақысын төлеуге бола ма? Иә, әрине болады. Бізде қазіргі таңда
негізі бізде 1300 студенттер Өзбекстан Республикасынан келген, олар оқыды, қазір көбісі үйіне қайтты. Сондықтан бізде әлі тіркелген олар біздің студенттеріміз, әлі кеткен жоқ. Сондықтан олар мынау толық төлемақыны төлеу керек. Сондықтан ол мүмкіндік бізде бар. Енді мынау көбісі бірінші ағымдық және межелік бақылаудан баға алмай қалған едім. Енді қалай алуыма болады? Ол сіздерге байланысты. Өйткені бірінші межелік бақылау, мысалы бірінші екінші курстарда бұрынырақ өтті. Ол 16 наурыз кезінде как өтіп жатты. Үшінші курстар енді бітті. Үшінші курстарын мен өзім сабақ берем. Кері байланыс бар бізде. Универ арқылы офлайн тапсырмалар біз алып жатыр, олар беріп жатыр. Сондықтан мына жерде сіздердің жауапкершілігіңізге қарау керек. Сіз өзіңіз межелік бақылаудан қалып қалдыңыз. Сондықтан бұл мәселеде өтініш жазыңыздар. Бізде оны жеке-жеке қарастырамыз. Өйткені кейбіреулер оқымай, қосылмай, келмей, келмей дегенде онлайн әрине сабаққа қатыспаған кезде әрине біз оларға баға қоя алмаймыз. Мүлдем келмеген студент, мүлдем байланысқа шықпаған студент, оның жеке мәселесін қарастырамыз. Өйткені қандай себеппен шыға алмады, интернет болмады ма, басқа жағдай болады, ауырып қалды ма, оны бәрін біз анықтауымыз керек, және де оған бір жауаппен мен жауап бере алмаймын, өйткені ол жағдайын біз білу керекпіз. Енді оқушылар сабақты қиындатып жіберді дейді. Енді түсінесіз шығарсыздар, оқытушылардың да мысалы бұрын силабуста қойылған тапсырмаларды беріп жатыр олар. Әрине қазір олар өздерінің жұмыстарына коррекция жасап жатыр өзінің тапсырмаларына. Сондықтан бұл мәселені шешуге болады деп ойлаймын. Әлеуметтік гранттың жауабы қашан шығады? Әлеуметтік гранттың жауабы шықты 26 наурызда. Түркістан облысының әкімдігі бізге 27 грант бөлді. Онымен сіздерді құттықтаймыз. Және де сайтқа берілді. Сайтта ол список тізім тұр. Енді өз жобаларына жасап жатқан студенттерге марапаттау жүйесі бар ма деген сұрақ. Әрине, ол стартап деп аталады. Біздің ғылым бөлімі бұл мәселемен айналысады. Ғылым бөліммен хабарласыңыздар және енді жақында осы сұрақтар. Енді сәлеметсіз бе, Гүлжан Дәулетбековна, сізді көріп тұрғанымызға өте қуаныштымыз. Біз өзбекстандық шетел студенттер арасында интернет байланысын ашқан. Жаңа бұл сұраққа мен жауап бердім. Өзбекстандық студенттер ертең күні мынау жазғы сессия бар. Қазір сіздерге біз баға қоя алмаймыз, өйткені кері байланыс жоқ. Сондықтан жазғы семестрге қалдырылады бұл мәселе. Және сіздерге келген мынау карантин біткеннен кейін сіздер келіп жазғы семестрде оқисыздар, тегін оқисыздар, содан кейін тапсырмалар орындап баға ала аласыздар. Абай оқып отқан дайын видео енді емес, мен сұрақтарға жауап беріп жатырмын. Саламатсыз ба, ректор апай, оплата байланысты жеңілдік бола ма? Вот мәселе, жаңа мен бұл сұраққа жауап бердім. Мынау жеңілдікті біз қазір бере алмаймыз, өйткені біз мына қашықтан оқу жүйесі, бұл жаңа айттым, университет өзінің жұмысын тоқтатқан жоқ, біз жалақы беріп жатырмыз. Басқа да әртүрлі жағдайда жаңағы құрал саймандар сатып алып жатырмыз, және де біз оплатада біз жеңілдік бере алмаймыз. Енді кейбір жағдайларда біз арнайы ереже қабылдадық, жеңілдік беруге мүмкіндік мынау тұл жетімдерге, содан кейін көп балалы семьяға тек қана өте жақсы баға алған жағдайда біз жеңілдік беруге дайынбыз. Енді құрметті студенттер, мемлекеттік грант не болды? Мемлекеттік грантты сіздер білесіздер, біздің жағдайымызды біз 58 мемлекеттік грантынан айырылдық. Бірақ бұл біздің тарапынан көп
мәселе туғызды. Сондықтан біз оларды біздің студенттер сотқа жүгінді. Ол сот тоқтап тұр қазір. Мынау мамыр айында карантин біткеннен кейін осы сот жалғасады деп ойлаймын. Сонда біз бұл мәселені шешеміз деп ойлаймын. Енді мобильностьпен барған жағдайда ағымдықпен рубеж қайтадан тапсыруға рұқсат па? Бұнда жеке қарастырайық. Сіздің мысалы бізде бар бұл мәселеде бір студентіміз сол жаққа барып енді төмен баға алып қалған жағдай болған. Оны да жеке қарастыруымыз керек. Сіздер өтініш жазыңыздар, Байғараева ханым арқылы шығуға болады, және де бұл мәселені біз өзіміз қарастырайық. Енді офис регистратура ол мәселемен айналысады. Соған колл-центр арқылы сіздер сайттағы колл-центрдің телефондарын арқылы бұл сұраққа жауап алуға болады. Сәлеметсіз бе, байланыс жүйесінде нашар болуына ауылда тұратын студенттер ескере отырмыз. Білеміз оны. Видео жауап тастауға болады ма? Видео жауап. Видео жіберу өте ұзақ уақытты алады, кейде жіберілмейді. Бұл жерде мен жаңа айттым, WhatsApp арқылы оқисыз ба? Мысалы, Zoom арқылы оқисыз. Сіздердің оқытушылар мен сіздердің арасындағы бұл байланыс. Біздің мақсатымыз білім беру, сіздердің мақсатыңыз сол білім нәтижесін көрсету. Сондықтан сіздер бұл жерде жаңағы мен айттым, кері байланысты орнату керек. Біздің универ жүйеміз соған лайықты, сондықтан универ жүйесі арқылы ол байланысты орнатуға болады. Енді военный кафедра жұмыс жасап жатыр ма? Өтініштеріміз біз өткісе бола ма? Болады. Военный кафедра жұмыс істейді, жұмыс істеп жатыр, онлайн жұмыс істеп жатыр. Олармен де кері байланысты орнатуға болады. Колл-центрге звондаңыздар. Енді физматтың оқытушылары сет нашар болғандықтан түсіністікпен қараса дейміз. Оны ескертеміз. Енді общежитие біз ақша төлеп қойған едік. Жаңа мен айттым, бұл сұраққа жауап бердім. 2 рет жауап бермей ақ қоям, бірақ ақша 4-ші курстарға қайтарылады, басқасын төлемақыға жатқызамыз. Енді гранттың сізбен жеке кездесіп сөйлесуге студенттер мүмкіндігі бар ма? Әрине. Мен ондай жоспарды қойғам басында, бірақ өкінішке орай карантин басталып кетті де, біз кездесе алмадық. Бірақ мен 6 факультетінде бүкіл профессор оқушылармен кездесуге барғам. Студенттермен кездесеміз де жоспарлаған кезде осындай жағдай болып қалды. Бірақ әрине сөйлесуге дайынмын. Мен өзімнің принципім ашықтық. Келіп ректор кабинеті сіздерге карантин бітсін. Әрине, карантин біткеннен кейін. Құрметті студенттер, сұрақ қойылды, ойланып нақты. 4-ші курс дипломды универге барып қорғаймын ма? Жаңа ғана ол сұраққа жауап бердім. Біз ереже дайындап жатырмыз. Карантин бітпесе, диплом жұмыстары қорғауды онлайн түрде өтеді. Оның арнайы ережесін дайындаймыз, сіздерге үйретеміз, қалай өтетіні. Содан кейін арнайы комиссия оны қабылдайды, диплом жұмысын қорғайсыздар. Қазіргі таңда 4-ші курстар плагиатқа диплом жұмыстарын тапсырып жатыр. Енді көбісі Zoom программасымен пайдаланды. Енді біз стриминг дейді ғой, бағдарламалары осында ескертіп жатырмыз оқушыларға. Көбісі Zoom-нан бас тартқан жағдай да бар. Бірақ Zoom қазіргі таңда бізге ең қолайлы онлайн сабақ беру қолайлы бағдарлама. Өйткені 30 минуттың ішінде сіздердің сұрақтарыңыз бар. Мысалы, оқытушы да өзінің дайындаған материалды сіздерге жеткізуге дайын. Сондықтан Zoom-нан біз бас тарта алмаймыз. Бірақ бағаны қою, тапсырманы орындау әрине универ арқылы. Енді сәлеметсіздер ме, 2-ші курсқа грантқа түсіп, разницам тапсырдым. Стипендия ала алмаймын ба осы сессиядан кейін? Бұл сұрақты тапсырсаңыз аласыздар стипендия. Оны арнайы бұйрық шығарылады. Сондықтан сіз колл-центрде офис регистратура бар.
Махашев Еркін Жұмағалиевке сұрақ қоюға болады. Телефон шалыңыз. Сәлеметсіз бе, қалайсыз? Мен 15-02-19 физика тобының студенті Жандарбай Айнұр. Ақылы бөлімде оқып, 26 наурызда білім грантына беруіне өттім. Көп балалы отбасы, арғарай түсініксіз сұрақты. Ол сіз өтсеңіз, грантқа өтсеңіздер, да, құтты болсын деп жаңа бәрін құттықтадым ғой. Так, арғарай. Құрметті студенттер. Так. Сәлеметсіздер ме? Оқу ақысы карантин біткенге дейін созуға. Жаңа ғана ол сұраққа жауап бердім мен. Енді, спасибо вам огромное, вы ответили на все вопросы почти. Если есть вопросы, пожалуйста, на русском я тоже могу отвечать. Уважаемые наши студенты с Узбекистана, мы вас ждем. Мы знаем, что вам тяжело. Сейчас у нас связь прерывается и не бывает постоянной связи. Поэтому мы вас ждем на летнюю сессию. Она будет для вас организована бесплатно. Скорее всего, после карантина, это где-то в конце мая, может, в начале июня, я не могу сказать, когда этот карантин прекратится, вы приедете будете сдавать в летнюю сессию все свои предметы. Так, дальше. Әсіресе физматтан. Саламатсыздар ма? Екінші студент вод тапсырады ма? Және қалай тапсырады? Водты уақытылы тапсырасыздар. Вод сіздер 3-ші курстарда өтеді күз айында. Оған дейін аман есен болайық, дайындалайық. Жоқ, майдың айында пробный емес пе? Да, грантқа тапсырған едік, сол түскен түспегенді қайдан білуге болады. Жаңа айттым ғой, грантқа сіздер әлеуметтік грант болса, әлеуметтік грант алдық, 27 грант, сол грантты сіздер сайттан көруге болады. Так, ары қарай біз сіздерді сенеміз, шаршамаңыздар. Бас аман болса, бұл қиындықтарды ел болып өткіземіз. Әрине, барлығы жақсы болады. Құдай қаласа, оқушыларға алғысымыз, сәлемдеміз жеткізеді. Рахмет сіздерге түсінгендеріңіз үшін. Енді сәлеметсіздер ме? Мен 1-ші курс студент 26 наурызда ресми бұйрықпен грантқа өттім. Бірақ оқу ақысын 100%-ға төлеп қойдым. Жаңа айттым ғой, ол оқып төлем ақыны сізге қайтарылады. Наурыз айға дейін есептеледі. Наурыздан бастап сіз стипендия аласыз. Саламатсыз бе? 2-ші курс студенттері үшін ақылы бөліміне грантқа ауысуға әлі де мүмкіндік қарастырылама. Ол мүмкіндік бізде қыркүйек айынан бастап, мынау жазғы семестр, сессияда грант босаған түрде, сіздің мамандығыңыз бойынша грант босаса, немесе бағыт бойынша грант босаса, онда сіздің мүмкіндігіңіз бар. Жақсы, өте жақсы деген бағамен, бізде ереже бойынша 3 GPA баллы жоғары болған жағдайда сіз грантқа ие болуға болады. Енді рубежка қалай тапсырамыз, оны онлайн тапсырғаны. Рубежканы уже тапсырып болды көбісі. 3-ші курстар осы аптада тапсырды. Так, енді сәлеметсіз бе? Садықова, Өзбекстан банкте қалай төлемақыны төлесе болады? Енді оның өзінің жолы бар ғой. Сіздер біздіңге колл-центрге звондасаңыздар, бин арқылы болады. Енді мен оқумен қатар жұмыс істеймін. Так, енді 500 алуға стипендия әсер етпейді. Жоқ, әсер етпейді, өйткені оның арнайы шешімі бар. Заңға сәйкес істесеңіздер, мысалы сіз жұмыс істейсіз ба, ол жерде еспі төлесеңіздер, онда 42.500 алуға сіз мүмкіндігіңіз бар. Сәлеметсіз бе? Зумға интернет қолжетіміз болғандықта кіре алмай жатырмыз. Жаңа бұл сұраққа жауап бердім. Апай, қазір сабақты тоқтата тұрып жаз айны қалдырсақ, ол болмайды. Өйткені жаз айында бізде маусым және маусым айында біз жұмыс істейміз және де сессия тапсырамыз. Жазғы семестр бар бізде июль айында. Содан кейін біздің мұғалімдеріміз, оқушыларымыз да демалу керек шығар.
Қалай ойлайсыздар? Ол демалыс күндері, олардың 56 күндік демалыс күні бар. Сондықтан тағы да бір көбінесе жұмыстарымыз бар. Ол жұмыстар мынау кәсіби бағдарға байланысты. Біз тағы да студенттер жинауымыз керек. Ол жұмыстар өте көп, сондықтан біз жаз айында оны ауыстыра алмаймыз, және ондай шешім министерство қабылдаған жоқ. Енді саламатсыздар ма, мұғалімдер видеоролик жасаңдар деп көп тапсырма беріп жатыр. Оны істемесең сабақты оқимыз тапсырма. Енді ол видеороликтерді сіздер сабақтан тыс уақытта түсіріңіздер. Әрине ондай тапсырма болғанда да оны тікелей тапсырма оқытушыларға біз ескертеміз. Бұл мәселені оны қабылдадым, естім сіздерді. Естім. Апа, саламатсыздар ма, тарифтік план жағынан, сет жағынан ауылдағы студенттерге тиімсіз болғандықтан басқа жолдарын қарастырсақ. Енді бұл жерде басқа жол қандай? Универ жүйесінде лекциялардың толық мәтіні бар, тапсырмалары бар. Универ арқылы офлайн байланысты орнатыңыздар да, сонымен тапсырмаларға жауап берсеңіздер, баға аласыздар. Енді мемлекеттік грантының жауабы қалай білеміз, тапсырып едік. Жаңа айтты, сотта қаралып жатыр. Әлі де сот, карантинға байланысты сотқа біз бара алмай жатырмыз. Сот, қазір біздің юристіміз, заңгеріміз ол кісілермен байланыста. Сот болған жағдайда біз осы сотқа сіздер енді өтініштеріңізді ары қарай жеңіп алатын шығар деп ойлаймын, және де бұл мәселе шешілетін шығар деп үміттеміз. Енді саламатсыздар, білім министрлігінен президент стипендиясын тағайындау. Енді келеді, әлі бұл мәселе шешілген. Енді 1-2 күнде күтіп отырмыз президент стипендия бойынша. Енді саламатсыз, вод балы бағамызды әсер етеді. Жоқ, әсер етпейді. Вод балы бұл сіздердің біліміңізді тек қана анықтайды, және бізге ары қарай жұмыс істеуге өзінің нәтижесін көрсетеді. Сондықтан вод балы әсер етпейді. Так, енді 42.500 алғандар не болады екен? Ала беріңіздер, заңды түрде алсаңыздар, алыңыздар, жұмыс істе. Бізде грантта оқып жатса, стипендия алып жатса, ондай жағдайда оны анықтау керек. Оны анықтаймыз, заңгермен анықтаймыз. Мүмкіндігінше грантта сіздер стипендия алып жатсаңыздар, 42.500-ге сіздер заявка бермеңіздер. Енді 4-ші курстен пән қарыздарым бар еді, карантин байланысты үйден шыға алмай жатырмын. Кеше төлеп жіберген. Оны дистанционно оқу керек еді. Содан кейін бұны сіздер колл-центрге звондаңыз, офис регистратураға, Махашев 220. Так, сетке байланысты көп сабақтар қатыса алмай жатырмыз, стипендияға құлап жатпаймыз. Енді ол сіздер бағаларыңызға байланысты. Кері байланыс болмаса, сабаққа қатыспаған ол бір нәрсе, тапсырманы орындамасаңыз, баға алмасаңыз, әрине стипендияға ол әсерін тигізеді. Апай, саламатсыз ба, оқу ақысы жайлы не айтасыз? Қай уақытқа дейін төлеуге міндеттіміз? Сіздер мынау келісімшарт бойынша 1 наурызға дейін төлеп қою керек едіңіздер. Енді мұнандай жағдайға байланысты біз қазір сіздер төлейсіздер, сессияға дейін төлеуге міндеттісіздер. Айттым ғой жаңа, кейбір жағдайларға ғана біз рұқсат береміз, оны созуға. Мүмкіндігінше сіздер білім алып жатсыздар, ертең күні диплом аласыздар осы университет, сондықтан төлем ақыны төлеуге сіздер мәжбүрсіздер. Енді здравствуйте, по поводу некоторых студентов из суда пришло сообщение, там написано «участвовать в суде», и мы не можем понять. Ну вот, это суд связан с тем, что 58 студентов нашего вуза подали в суд на наш университет и на МОН. В связи с тем, что в свое время бывший экс-ректор нашего университета затянула подачу заявки и документов в МОН, возникла такая ситуация. Сейчас это дело передано в суд. Суд сейчас пока не состоялся в связи с карантином. Как карантин закончится,
этот вопрос мы будем решать. Так, дистанция оқуға сеть байланысты гранттан құлап қалсақ не болады? Грант, енді ол сетьке байланысты емес, бір рет сеть істемей қалуы мүмкін, бірақ үнемі істемеуге ол ондай жоқ шығар деп ойлаймын. Содан кейін сіздерде сотовый телефондарыңыз бар, басқа да мүмкіндік бар оқытушымен байланыс орнатуға және тапсырмаларды орындауға. Қашықтан оқу ол оқуды тоқтату емес, ол каникул емес, ол оқу. Сондықтан сіздер оқу керексіздер, тапсырмалар орындау керексіздер, міндетті түрде уақытылы оны орындап, универ жүйесіне тастау керек. Жіберген тапсырмалы оқушылар интернеттен алғасындар дейді. Қайдан аламыз? Барлық жерде ақпарат бірдей ғой. Енді тек қана интернет арқылы емес, сіздерге біздің сайтқа кіріңіздер, сол жерде бізде виртуальный библиотека деген бар. Кітапханада кітаптар бізде қойылған, цифровизация арқылы олар сіздерге доступны қазір. Сондықтан библиотекадан алуға болады. Қазір бүкіл барлық кітапханалар өзінің ресурстарын ашып жатыр. Сондықтан сол ресурстармен пайдаланыңыздар, оқыңыздар. Тек қана мынау дайын нәрсені жіберсеңіздер, әрине оқытушыларға оған сіздерге наразылығын айтады. Сондықтан тек қана интернет арқылы емес, оқу керек, кітаптарды библиотекадан тартып алу керек. Енді мүмкіндігінше оқуға сіздерді енді оқу керек. Так, стипендия ілініп кетейік, көмек болса. Көмек тек қана өздеріңізден. Жақсы оқыңыздар, грантқа ілініңіздер, грантпен стипендия аласыздар. Енді сәлеметсіздер ме? Zoom бағдарламасы. Бұл Zoom бағдарламасы бойынша көп сұрақтар. Жаңа мен айттым ғой, біз Zoom бағдарламасыны мынау офлайн байланысқа өтуге осындай шешім қабылдадық. Бірақ Zoom бағдарламасы бізге не үшін керек? Онлайн. Сіздерге сабақ бойынша мынау тапсырмалар емес, жаңа сабақ бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін және сіздермен байланыста болу үшін. Енді сәлеметсіздер ме? 4-ші курс студент тағы да 4-ші курстар студенттер мынау 1-ші госқа дейін сіздер бәрін толық бітіру керексіздер төлемақыны, содан кейін ғана сіздер жібереміз қорытынды аттестаттауға. Енді болмайды. Так, универді сағындық, қашан барады екен? Жаңа айттым ғой, құрметті достар, бізде сіздер сағындық. Студент біздің ең басты тұлға, оны үнемі айтамыз. Сондықтан сіздерді келуді бізде сағынып отырмыз. Тікелей байланыста сіздерге өзіміздің сабағын беруімізге біз дайынбыз. Құдай қаласа карантин бітсе, Құдай қаласа сіздермен кездесуге қуаныштымыз. Так, когда придет ответ гранта, и с этого времени будет считаться. Хотела сказать, мы написали в январе заявление, и это продлилось до этого времени. Какой грант? Смотря какой грант. Если грант Туркестанской области и города Шымкент, они уже поступили, и ответ на них дан на сайте. Там висит список грантовиков, 27 человек у нас выиграли грант Туркестанской области. По поводу государственного гранта, я только что объяснила ситуацию, что после карантина этот вопрос мы всегда держим на контроле. Как только состоится суд, и суд примет нашу сторону, мы будем подавать заявление, вернее, мы подали заявление, и в суд, решение суда ждем. Так, теперь, так, жазғы семестр қалған студенттер қалай оқиды? Қазір стипендия алу балы 70 пе, 75. Стипендия алу балы деген онда жоқ қой бізде. Да, ол ОБТ-ге түсу балу 70. Бұл студент емес, біздің талапкеріміз шығар бұл сұрақты қойып тұрған. Енді университет тарапынан қандай қолдау болып жатыр мұғалімдерімізге? Енді бұл сұрақ өте орынды. Өйткені оқытушыларды бірінші рет үйінен сабақ беріп жатыр, онлайн жүйеде, офлайн жүйеде. Сондықтан оларға біз мүмкіндігінше компьютер бердік, көп балалы семьяларға да компьютер бердік. Содан кейін ол жерде қызметкерлерге біз
компенсация төлеуге дайынбыз. Оны көлемін әлі де қарастырып жатырмыз. Өйткені мынау тариф дейміз, свет, интернет ол да ақша тиді. Сондықтан біз оған дайынбыз, және де ол мәселе қарастырып жатырмыз. Енді қайырлы күн Гүлжан Дәулетбекқызы, біздің жатақханаға төленген соңғы 2 айдың төлем ақысын келесі жылды 2 айына аудардым. Әрине, жаңа ғана бұл сұраққа жауап бердім. Ендігі жылға төлем ақыға жатқызамыз. 4-ші курс болмасаңыз, ал 4-ші курстарға қайтарамыз. Университетті сүйікті ұстаздарымызды сағындық. Рахмет сіздерге, біз де сағындық. Енді дипломды қалай аламыз? Барамыз универге. Әрине. Дипломды қорғап алыңыздар, құда қаласа, қорытынды аттестаттан өттіңіздер, содан кейін диплом алуға әрине келесіздер. Қайырлы күн. Так. Апай өтініш жазып, блокты қайтадан тапсыруға бола ма? Жазып. Блокты. Енді бұл жерде біз енді өзіміз заңымызға кері әсер жүре алмаймыз. Біздің заңымыз академик саясатта оның көлемі бар, уақыты бар. Сондықтан жаңа жауап бердім ғой бұл сұраққа. Сіздер бір себепті жағдаймен блокты тапсырамасаңыздар ғана бір рұқсат беретін ек. Ал негізі қашықтан оқыдық, байланысқа шықпаған жағдайда бұл жаңа мен айттым, бұл оқу. Сондықтан оқудың өзінің талаптары бар, өзінің заңдары бар, академик саясат бар. Одан біз кете алмаймыз. Сондықтан академик саясат бойынша блок тек қана бір уақытта. Әрине, өтініш жазыңыздар, біз қарастырайық. Так, апай стипендия. Так, бұйрықпен жаста болған студент блокты тапсыра алмай қалды. Ертең күні стипендиясы. Бұл жерде, бұл сұраққа мен мынандай жауап берейін. 16 наурыздан бері әлі біз ешкім карантин болғандықтан ешкім жарыстарға болған жоқ. Жарыста болсаңыздар, оның бұйрығын жіберіңіз, өтініш жазыңыз, содан кейін оны шешіп беруге дайынбыз. Так, универге барып оқуды аңсап кеттік қой. Тапсырмалар көп. Алла қаласа карантиннен аман есен шығып универмен қауышайық. Рахмет сіздерге. Біз де соған асығып жатырмыз. Так, енді сессияны жақсы тапсырып шықсақ, стипендия қай айда түседі? Енді сессияны тапсырған кезде стипендия бізде қыркүйек айынан басталады. Қыркүйек. Енді келесі айдан да. Так, сіздерге рахмет. Аман болыңыздар, жұмыстарыңызға сәттілік. Рахмет. Ал келесі жылы жатақхана жатпайтын болсақ, төлем ақысы қайтарыла ма? Сіз жатақхана жатпасаңыз, онда төлем ақыны қарастырамыз. Так, оқудан ақшасын толық төлеп үлгермеген көп балалы отбасылар бар. Жақында диплом алады, бірақ оқудан шығарды деп жатыр май айынан. Жоқ. Біз ешкімді оқудан шығарып жатқан жоқпыз қазіргі таңда. Мен ондай мәлімет менде жоқ. Бұны анықтайын. Сіз жеке менің телефоным бар сайтта. Звондап, деканыңыздан біліңіз, кімді шығарып жатыр, қандай мәселе. Біз ешкімді оқудан шығарып жатқан жоқ. Тек қана бір жағдайда оқудан шығуы мүмкін, өзінің қарыздарын, төлемақы емес, пән қарыздарын өтемесе, тек қана сол жағдайда біз қорытынды аттестаттауға жібермейміз. Так, сессияға дейін саламатсыз. Жаратылыстану факультетінің студенттері. Так. Сізді көргенімізді қуаныштымыз. 4-ші курс диплом жазбайтын студенттер мемлекеттік емтихан нешеу тапсырамыз және қай уақыттарда тапсырады, қалай тапсырамыз, жазбаша ма? Жаңа мен айттым ғой. Осы аптада біз ереже дайындап жатырмыз, қалай емтихан тапсыратыны. Диплом немесе емтихан тапсырылады. Диплом қорғамаған жағдайда емтихан тапсырады. Дипломды жазсаңыздар, онда мемлекет емтихан тапсырмайсыздар. Так, сізге алдағы уақытта тек сәттілік тілеймін. Барлық оқытушыларға көп рахмет. Рахмет сіздерге. Мемлекеттік грантта оқитын студенттер басқа универге өз мамандығы бойынша ауыса ала ма? Бұл жерде
тікелей біздің университетке грант алса, ол басқа жерге ауыса алмайды. Общий гранттардан алса, общий списоктан алсаңыздар, онда ауыса аласыздар. Грантқа ілінгендер карантинге байланысты карточка ашылмаған. Блоктан карантинге сонан ашсақ, стипендия. Енді мынандай ғой, қазір банктер, екінші дәрежедегі банктер бәрі жұмыс істеп жатыр. Карточка ашуға, мен ойлаймын, мүмкіндік бар. Халық банксы жұмыс істеп жатыр. Карантин болмаса да, қазір күніге көріп жатырмыз, онлайн заявка беріп, карточка ашуға болады. Так, енді бірінші курс студенті, мен бір пәннен рубежка тапсыра алмадым дейді. Блоктан баға алмай қалдым, енді не болады, жаз семестрде қайта оқимын ба? Иә. Жоқ, бізде екі рубежка бар, бірінші, екінші. Екінші рубежкадан тапсырсаңыз, сіздің балыңыз жетсе, сіз емтихан тапсыруға мүмкіндігіңіз бар. Сіздерге рахмет, осындай қиын шақта барлық жағынан қолдау білдіргеніңіз, аман болыңыздар, жақсылық тілейміз, рахмет. Так, енді эфирде сақтап қойыңызды қатып жатыр. Рахмет, хорошо. Так, көп балалы отбасына оқуғасын сессияға дейін төлей алмағандықтан жазып жеңілдік ала алмай ма? Жеңілдікті біз жеке-жеке қарастырамыз. Бізде ереже бар, бірақ өте жақсы деген баға алу керек. Және де, мысалы, жаңа айттым ғой, семьяда толық семья болмаса, немесе тұл жетім болса, осындай жағдайда ғана жеңілдік бере аламыз. Біз физика-математика факультетінің Өзбекстан студенттері қазір елімізде төтенше жағдай байланысты төлемақыны карантин аяқталды. Карантин аяқталғаннан кейін төлемақыны беруге болады. Өйткені сіздер бәрібірде жаңағы сессия жазғы семестрге қалатын шығарсыздар, өйткені байланыс жоқ. Саламатсыздар ма? Қаладан алыс жерде тұратын едік, оплата қалай төлейміз? Ауылда Каспий терминал жоқ, карантин біткен уақытта төлесек бола ма? Мен ойлаймын, бұл мәселе басқа жолмен, басқа банк арқылы төлеуге болатын шығар. Каспий голд жоқ дейді. Карантинге байланысты академик тұтқырлық тоқтатылма? Иә, академик тұтқырлық тоқтатылды. Біздің 7 студентіміз Польшадан оралды, аман есен. Олар карантинде жатты, Қарағанды қаласында, қазір өздерінің ауылына қайтты. Басқалары онан бұрын келген, 3 февраль күні Венгриядан бір топ студенттеріміз келді. Қазіргі таңда бүкіл әлемде осындай пандемия болғандықтан академик тұтқырлық уақытша тоқтатылды. Енді Каспий голдпен төлесем түсінемін. Каспий голдпен болады. Саламатсыздар ма? Мамандық ауыстырған разница жазғы семестрге қалдырыла ма? Оны қарастырамыз. Жазғы семестрге қалғанда, бұл жерде жазғы семестр не үшін қалады? Семестрде оқи алмай, төмен баға алған ғана жазғы семестрге қалдырылады. Сондықтан бұл жерде ауысу үшін сіздерде қарыз болмау керек. Карантинге байланысты академик, мен оқу ақысын Каспий голдпен төлеуге болады. ГОС бола ма, әлі болмайды? Болады. ГОСТ емес, ГОС болады. Мемлекеттік емтихан болады. Онлайн түрде тапсырады. Сондықтан оның ережесін, жаңа айттым ғой, бәрінде таратамыз. Диплом жазсаңыз, онда ГОС тапсырмайсыздар. Оны жаңа айттым. Жазғы оқуды онлайн тапсырамыз ба, және қай уақытта төлейміз? Жазғы семестрде, құдай қаласа, мына карантин бітетін шығар деп ойлаймын. Қазіргі кезде біздің үкімет осыған байланысты көп қаржы бөліп жатыр, енді барлық жұмыстар атқарылып жатыр. Сондықтан карантиннен құдай қаласа аман есен өтейік, содан кейін жазғы семестр туралы сөйлесеміз. Енді сәлеметсіздер ме? Бітіруші студенттерге оқу ақшасын май айының соңында дейін создыра аласыздар ма? Бұны жеке қарастырайық. Сіздер декандармен хабарласыңыздар. Қандай жағдаймен сіздер қазір төлей алмайсыз, соны анықтауымыз керек. Содан кейін шешім қабылдаймыз. Енді
мемлекеттік грантқа дейін өтініш жазған, оны жаңа сұраққа жауап бердім. Өзбекстан студенттері төлей алмаймыз, бізде Каспий Голд істемейді дейді. Оны қазір бұл мәселені өзіме жазып алайын. Оны почта арқылы можно, почта арқылы төлеуге болады. Казпочтамен сіздерде бар. Так, енді оның барлық реквизиттері бар сіздерде төлеуге, бірінші төлегесіздер, сондықтан бұнда төлеуге болады деді. Аха, асханамызды сағындық дейді. Жатақханаға шетел студенттердің жағдайы қалай? Вот, жаңа мен айттым. Сіздер Қазақстан телеарнасы көрсетті оларды. Енді олардың жағдайын жақсы деп айтуға болады. Олар карантинде отыр. 13 студент шетелден, бір студент біздің студентіміз, Қазақстан Республикасының азаматы. Олардың жағдайын күніге біліп тұрамыз. Олар бірінші жатақханада орналастырған, Wi-Fi бар, интернет бар, бір медбике қастарында күніге қарап тұрады оларға. Содан кейін біздің университет оларға көмек берді, енді ақшалай көмек бердік, өйткені олар әрине Түркменстанға қайта алмады. Түркменстанда интернет желісі дұрыс істемейді, сондықтан осындай шешім қабылдады. Олар біздің қамқорымызда, уайымдамаңыздар, жағдайы жақсы. Газеттерде оқысаңыздар, көресіздер, теледидарда олар көп көрсетеді. Так, саламатсыздар. Мен екінші курс студенті, мен осы жылы мамандық ауыстырған едім. Сосын разница кредитін жазда немесе келесі жыл төлеуге бола ма? Разница кредит емес қой бұл жерде. Разница тапсыру керек қой. Төлеуге. И кредит бар, Грант болса, стипендия алып атсаңыздар, онда кредитті төлеу керек. Енді осындай бастықтар көп болсын. Рахмет сіздерге. Қазақстан тарихынан госэкзамен қалай болады? Бұны шешіп жатырмыз қазір. Мүмкіндігінше біз ойлап жатырмыз. Қазақстан тарихынан өте көп студенттер тапсырады. Бірінші курс бүкіл жартысы, бүкіл бірінші курсының жартысы. Сондықтан бұл мәселеде біз ойлап жатырмыз, тест арқылы тапсыратын шығармыз. Бірақ ол әлі шешім қабылданған жоқ. Сіздерге хабарлама жетеді оқушылар арқылы. Облыстық қопалы гранттарға стипендия қашан түседі? Енді 26 наурызда шешім қабылданды, енді түседі. Бізге түссе, сіздерге жібереміз. Так, енді рахмет, қамқорлықты қатты сезім жатырмын. Рахмет сіздерге. Эфир сақталса. Стипендия қашан түседі? Кімге? Бұл мәселеде стипендияның барлығы аударылды. Кімге түспесе, декандар арқылы менімен хабарласыңыздар. Қай не мәселемен түспеді, оны анықтаймыз. Барлығына түсті стипендия. Мынау наурыз айы бітпей жатып түсті. Енді жақында сәуір айыныке түседі. Енді карантин біткен соң академиялық құрылықты тапсыра алмаймын. Құда қаласа, шекаралар ашылсын. Мемлекет арасында қазір өздеріңіз білесіздер, байланыстар үзілген. Ал шекара ашылса, карантин бітсе, но пандемия кетсе, онда құда қаласа академиялық құрылық жұмыс атқарады ары қарай. Саламатсыз апай, мен 3-ші курс студенті қыздарға военный кафедра ашылды дегенде документ нормативке тапсырып қойдық. Енді сабақ қашан басталады? Біз келесі жылы бітіреміз, енді оқи аламыз. Бұл мәселені анықтайын мен. Сіздер 4-ші курста оқи аласыздар, өйткені ол жерде оқи алмайтын шығарсыздар. Өйткені ол жерде аптасына бір рет толық военкаға болу керек. Сіздер жарты жыл оқисыздар, содан кейін жарты жыл практикада боласыздар, содан кейін преддипломный практика, содан кейін бітіресіздер. Сондықтан 4-ші курс оқи алмайтын шығарсыздар. Бірақ менің бұны анықтайын. Енді Қазақстан тарихы және математика госэкзамен қалай болады? Жаңа бұл сұраққа жауап бердім, тағы да жауап бермей қойын. Өйткені бұны біз қазір шешіп жатырмыз, ереже дайындалып жатыр. Так, кешірім сұраймын, айтылып қойса, тағы айтып жібересіз ба? Гос онлайн бола ба? Иә. Карантин мамыр айына 4-не дейін бітпесе, бізде гостар 11-ші мамырда басталады, ары қарай созылады. Содан кейін карантин бітпесе, біз онлайн
гостарды және дипломды онлайн тапсырасыздар. Так, енді қайырлы күн, эфирде өте жақсы өтуде. Сізге шығармашылық табыстар тілеймін. Қара шаңырағымыз аман болсын. Рахмет сізге. Рахмет. Оқу ақысы қалай болады? Оқу ақысы қазір біз ойланып отырмыз. Енді бүкіл әлемде мына карантиннен кейін қандай өзгерістер болады белгісіз. Білесіздер, қазір доллардың құны көбейіп жатыр. Бірақ біз мынау әлеуметтік жағдайды ескере отырып, мүмкіндігінше төлемақыны көтермеуге тырысамыз. Бірақ қазіргі таңда да біздің университет бұл мәселеде біздің төлемақымыз көп емес. Енді уақыт жақындап қалды. Қандай сұрақтар бар тағы? Төтенше жағдайға байланысты ата-анамыз жұмыссыз отыр. Сізге соған байланысты оплатаға 50% жеңілдік берілсе. Енді оны көреміз, оны уақыт көрсетеді. Енді саламатсыз ба? Мен дене шынықтыру мұғалім, даярлау бірінші курс ақылы түрде оқимын. Мамандығы бойынша алған жетістіктерім көп. Оқу ақысына жеңілдік қарастырыла ма? Иә, ол да бар. Біз жақында ғылыми кеңесте ережені қайтадан көрдік. Жеңілдіктер бойынша. Мысалы, сіз республикада әлемде чемпион болып, әртүрлі жетістіктерге жетсеңіз, біз жеңілдік беруге дайынбыз. Оның ережесі бар. Сіздер деканмен хабарласыңыз, өтініш жазыңыз, сонда біз бұл мәселені қарастырамыз. Енді эфирге аяқталуына 1-2-3 минут қалды. Саламатсыздар ма? Мен колледжден кейін грантқа оқимын. Мамандық ауыстыра аламын ба? Ауысамайсыз. Сәлеметсіздер, президент стипендия. Осы семестрде бөлінесіз. Президент стипендия. Үміткер болсаңыз, қазір біз документтерді жинаймыз, Құда қаласа. Польшаға барып келген студенттер февральдың стипендия түспей жатыр. Осы мәселені шешіп берсеңіз, химия, биология мамандығы бойынша. Ол жерде бұл мәселені біз кеше қарастырғамыз. Олар наурыз айынан бастап стипендия алуға мүмкіндік бар. Пән қарызы болмаса, оны біз қарастырамыз және хабарласамыз. Абай, себепке байланысты блок тапсырамын. Жаңа айттым мен. Ол енді қайтадан блок тапсырамыз. Екінші блокта тапсыруға тапсырыңыз жақсылап. Содан кейін көреміз. Енді апай разница тапсыруға соны қашан бітеді, жазда да тапсыруға бола ма? Разница сессияға дейін біту керек. Сондықтан одан кейін созамаймыз. Кешкі бөлімнен дипломна, кешкі бөлім деп жазылама? Жоқ, жазылмайды. Кешкі бөлім деген жазылмайды. Енді мен ойлаймын, құрметті көрермендер деп айтуға болады, құрметті достар, құрметті біздің білім алушыларымыз, сіздерді біз күтеміз. Университет, жаңа мен айттым, өз жұмысын жалғастырып келе жатыр. Сіздерге тек қана амандық тілейміз. Карантин біткеннен кейін, Құда қаласа, университетте кездесеміз. Сіздерге рахмет. Осындай тікелей эфирде осындай сұрақтар қойып жатсыздар. Бұл сұрақтарды жауап беру үшін мен де дайынмын. Бұл форматта біздің кездесулеріміз бірінші рет болып жатса да, соңғы рет емес. Құда қаласа, тағы да кездесеміз, сұрақтарды дайында беріңіз. Колл-центрде мен телефондарым бар, звондап біліңіздер. Ректор ретінде мен ашық әңгімеге дайынмын. Сіздерге Құда қаласа кездескенше деп амандық тілеймін. Сау болыңыздар.